Сәлем достар, бүгінгі видеода көп кәсіпкерлердің мәселесін шешетін әдемі бір ресурсты қарастыратын боламыз. Бұл ресурс көп кәсіпкерлердің ойында жүрген, мүмкін кейбіреуінің арманы деп айтуға болатын шығар, соны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бізде көп, әсіресе шағын бизнес саласындағы көп адамдар көбінесе өздерінің сайты болғанын қалайды. Яғни адамдар кіріп, сол сайттан ол кісінің тауарын не қызметін бір жерден тапса екен деп ойлайды. Бірақ өздері ол сайтты жасай алмайды. Себебі біріншіден ол кісіде біліктілік жоқ, ол программист емес ол кісі, яғни код жаза алмайды. Екінші момент бар, ол қаржы мәселесі. Сайтты жасату үшін сіздің белгілі бір дәрежеде қаржыңыз болу керек. Мысалы 70 мыңнан ары қарай сізге сайт жасайды. Ол жерде сайт жасатқаннан кейін тағы екінші мәселелер туындайды. Ол оның техникалық қолдауы бар және домен хостингтің қызметтерін қоспағанда. Яғни сіз сайтты жасатып болғаннан кейін әр ай бойы техникалық қолдауға да бір 20-30 мың теңге қосымша шығарып отыруыңыз керек болады. Ол көп адамдарға стресс, сондықтан да көп кісілер бізде ондай нәрсені жасатқызбайды да, тек қана мынау әлеуметтік желілерде өздерінің парақшаларын жүргізіп отыруға мәжбүр болады. Сол мәселені шешетін бір бетті, бір экранды жылдам жасалатын бүгін сайтты, сондай сервисті мен сіздерге бүгін көрсетемін. Ол сайт жебе деп аталады. Бұл жер өте қарапайым, бір экранды сайт, барлық ақпараттарыңыз осы жерде орналасатын болады. Мысалы, мына жерде менде өзімнің ұсынатын қызметім орналасқан. Тақырыбыңызды жазасыз, заголовок. Тақырыпшаңызды жазасыз, подзаголовок. Дескрипторларыңызды жазуыңызға болады, яғни анықтама қосымша айтылатын, яғни кісінің қызметіңізді ашатын, не үшін адам сізден мысалы осыны сатып алу керек дегенге жауап береді. Одан кейін негізгі баннеріңізді қоясыз, немесе сурет қоюға болады. Одан кейін мына бір кнопка болады, арнайы бұл батырманы басса, адамдар сізге тапсырыс бере алады. Кнопканы басады, кнопканы басқан кезде сіздің тіркелген номеріңізге адамдар өздерінің номерін жіберу арқылы тапсырыс қалдыра алады. Ол тапсырыс сізге телефоныңызға SMS арқылы келеді. Яғни осындай кісіден осындай тапсырыс келіп түсті деген. Ол қалай жүзеге асады? Мына номер шығып тұрады, осы номерге хабарласуына болады, клиентіңіз бірден тапсырыс қалдырмайды. Болмаса, мына жерге номерін қалдырылады. Мысалы, мына номерді мен қалдыратын болсам, менің номерім клиент ретінде мен тапсырыс беру деген батырманы басам, болды. Сатушыға тапсырыс кетті. Ол кісі кейін маған мысалы хабарласады, клиентім деген. Одан кейін видео қоюыңызға болады, яғни тауарыңызды не қызметіңізді нақты түсіндіретін, аша түсетін. Одан кейін өзіңіздің реквизиттеріңізді орналастыруыңызға болады. Өте қарапайым сайт, бір бетті сайт, жинақы, мынау десктоп варианты нұсқасы, ұялы нұсқасы да бар. Мысалы, ұялы нұсқадан адам кіретін болса, мынандай жинақы осындай түрде көрінетін болады. Планшеттерден кіруіне болады, мысалы болмаса, мына десктоп вариантында, яғни компьютерден кірсе, мынандай түрде ашылады. Енді қалай жасаймыз? Ол үшін мына мекен-жайға келіп түсеміз, gbkassoda.com деген. Мен бұл жарнама сайттың сілтемесін сипаттамаға қоямын осы видеоның астына, сіздерге ыңғайлы болу үшін. Одан кейін сайтқа кіру деген арнайы бөлім бар, батырма бар. Осы батырманы басып, сайтқа кіру бөліміне өтесіз. Сіз мына бетке келіп түсесіз. Бұл бетте арнайы видео инструкция бар. Сіз видео инструкцияны көріп шығуыңызға болады, егер ең бірінші рет, алғашқы рет қолданып тұрған болсаңыз. Одан кейін сайтқа кіру деген арнайы бөлім бар. Егер ең алғашқы рет тіркеліп тұрған болсаңыз, мына жерге нөміріңізді жазсаңыз, сізге автоматты түрде телефоныңызға SMS код келеді. Сол SMS кодты пароль деген жолаққа жазасыз. Мен енді бұрыннан тіркеліп кодым бар болғандықтан мен өз кодымды жазамын және кіру батырмасын басамын. Мен қазір өзімнің кабинетімдемін. Бұл кабинетте менің сайттарым орналасады. Барлық сайттарым орналасады. Мына видео инструкцияны тағы да көріп шығуыңызға болады. Сайттарым дегенде сіздің сайттарыңыз орналасады. Тапсырыстарым деген бөлімде сізге келіп түскен тапсырыстар, мысалы жаңа жіберген тапсырысымыз мына жерде орналасып тұр, сіз көріп тұрғандай.
яғни SMS арқылы келеді бұл тапсырыстарыңыз. Немесе кабинетіңізге кіріп өзіңіз де қарап алуыңызға болады. Одан кейін төлем жасау деген бөлім бар арнайы. Яғни сайтты қолдану ақылы 30 күнге 2000 теңге төлейсіз. Болды. Ары қарай сайттар қолдана беруіңізге болады 30 күн бойы. Мына бөлімдер тек қана администраторларға көрінеді, сіздерде көрінбейді. Мысалы, қолданушыларды көруге болады. Бізде қаншама қолданушыларымыз бар ма? Оның барлығы біздің JB сайтының қолданушылары. Мыңға жуық қолданушымыз бар. Сізде соның қатарына, осы кісілердің қатарына қосыла аласыз. Одан кейін тілін өзгерте аласыз сайттың. Мысалы, орыс тілін өзгерте аласыз. Егер қазақшаны алсаңыз, қазақшада қала беруіңізге болады. Сайттарым деген бөлімде сіз жаңадан сайт қоса аласыз. Болмасақ, бар сайтыңыздың статистикалық мәліметтерін көре аласыз. Сайтыңыздың атауы, бассаңыз жаңа сайтқа кіресіз. Жаңа мен қайтадан өз сайтыма қайтып келдім. Таргетинг сілтеме деген, мына сілтемені сіз адамдарға таргетинг жарнаманы, контекст жарнаманы жіберген кезде осы сілтемені қолдануыңызға болады. Статистикалық мәліметтерден бетке қанша адам кіргенін, яғни менің мысалы мына сайтыма қанша адам кіргенін көрсетіп тұр ма? Осы уақытқа дейін 475 адам кірген. 72 адам менің телефонымды қараған, яғни түсінікті. Қарау деген мына батырманы басқанда мына жердегі сан өзгереді. Яғни 72 болса, 73-ке өзгерді. Соның CTR-ы, яғни қараудың пайызы. Одан кейін телефонды қалдырған адамдар. Жаңа қалдыру деген тағы көрді. Тапсырыс беру деген батырманы басқан бетте бізде қалдыру саны өзгереді мына жерде. Мысалы 26 адам маған тапсырыс қалдырған. Одан кейін жағдайы, яғни статусы жарияланған, өшірілген деген сияқты осындай статусы сізге ғана көрініп тұратын болады. Соңғы астыңғы бөлігінде қолдану мерзімі болады. Сізде мысалы қолдануға қанша күн қалды? 30 күн, 20 күн, 15 күн деп шығып отыратын болады. Енді сайтты жасау деген бөлім жасау үшін жаңадан сайтты қосу деген бөлімге кіресіз. Мына жерден бастап мен айтқан жаңа тақырыбын жазасыз, тақырыпшасын жазасыз, суретін таңдап қосасыз, ерекшеліктерін жазасыз. YouTube-та мысалы сілтемесін қойсаңыз, видеомыз шығады. Сайттың тілін міндетті түрде көрсету керек. Телефон нөміріңізді өзгерте алмайсыз. Бір аккаунтқа бір телефон нөмірі байланады, яғни жаңа кірген кездегі нөміріңіз сіздің осы жерде сақталады. Одан кейін компанияңыздың реквизиттарын толтыруыңызға болады, және сақтау және жариялау дегенді басқан бетте сайтыңыз дайын. Яғни контентіңіз дайын болса, сіздің сайтыңыз 5 минутта дайын болады деген сөз. Енді жаңа ыңғайлы болу үшін өзімнің дайын тұрған сайтымды көрсетейін. Барлық ақпараттар толып тұр ішінде. Суреті бар, ерекшеліктері бар, сілтемесі бар, сайттың тілі көрсетілген, менің реквизиттарым көрсетілген. Нөмірім көрсетілген. Одан кейін менікі сақталған. Сайтты осы жерден өшіріп тастауыңызға болады, уақытша тоқтата тұруыңызға болады. Осылай достар, өте қарапайым бір беттік сайтыңызды жылдам 5 минутта жасап алып, интернет желісіне жариялап, таргетинг, контекст жарнамаларды қосып, өзіңіздің тауарыңыз не қызметіңізді клиенттеріңізге жеңіл түрде көрсетуге мүмкіндігіңіз бар. Тапсырыстарыңыздың бәрі бір жерде ыңғайлы жиналады. Сайтты қолданудың алғашқы 6 күні тегін, яғни сынақ мерзімі беріледі, 6 күн бойы тегін кіріп қолданып көруіңізге болады. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, маған тікелей жазыңыздар. Сайт туралы болсын, жаңа таргетингке қоятын кезде сұрақтар туындаса жазыңыздар, мен сіздерге көмектесем, білгеніммен бөлсем. Қарапайым қысқаша осы. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк қойыңыздар, каналыма жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, және осы видеоны өз достарыңыздың арасында, мүдделес адамдардың арасында, пікірлес адамдардың арасында бөліссеңіз, мен қуанышты болар едім. Келесі видеоларда кездескенше, бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Осы 10 минуттың ішінде сізге пайдалы дүние бердім деп ойлаймын. Егер сізге осы видеода пайдалы ақпарат берілсе, онда осы видеомен бөлісуіңізді сұраймын. Тек қана бөліссеңіз болды. Мен сізге тегін контент беріп жатырмын, сіз маған тек қана бөлісіп, лайк қойып қуанта аласыз. Рахмет, бүгінгі видеоға қатысқандарыңызға, көргеніңізге рахмет. Келесі видеолар сериясына жолыққанша сау болыңыздар.